Сәлем достар, сіздермен бүгін Балқаймақ арнасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз үй жағдайында әдемі халва дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай шемішкінің дәнектерін қызарғанша қуырып алып, блендерде май шыққанша әбден осылай езіп аламыз. Енді бір жұмыртқаның ағын миксерлейміз және қантымызды сумен араластырып сироп жасап аламыз. Және ол сиропты осы жұмыртқаның ағуызына салып, біртіндеп құйып отырып, блендерлеп аламыз. Блендерлеп алған массамызды жаңағы дайын болған халвамыздың массасына салып, араластырамыз. Араластырып, бір келкі әдемі масса дайындаймыз. Міне, біздің халвамыз мінекей дайын. Осындай әдемі халвамызды ағуызымен қосып араластырып аламыз. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Үй жағдайында жасау өте оңай, әрі құрамында не бар екенін өзіңізде көріп тұрсыз. Ешқандай қоспа жоқ, таза. Дүкендікінен дәмі әлде қайда ерекше болып шығады. Міне осылай тысымызға пищевой пленканы салып, дайын болған халвамызды осылай салып, тегістеп холодильникке қатыруға жібереміз. Қатқаннан кейін әдемілеп кесіп, шай ішуге біздің халвамыз дайын болды. Осы жасаған рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал егер қоңыраушаны басып қойсаңыз, алда көптеген қызықты рецепттерді бірінші болып көретін боласыз. Міне біздің халвамыз дайын. Осылай әдемілеп әртүрлі пішінге салып кесіп, өзіңізге ұнайтын шайға ұсынсаңыз болады. Өте әдемі әрі керемет тәтті болып шығады. Ас болсын.